Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жоқтан бар еткен, үйін қанын жаратқан Алла тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтаулар болсын. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Алла тағала бүгінгі күндеріңізге сондай береке берсін иншалла. Сіздерге айтайын деген кішкене ғана бір оқиғам бар. Адал ас жайлы. Бір тақуалы адам болады, ол өмірінде ешқандай арам ас жеп көрмеген. Соны білген патша ол адамды арам аспен тамақтандыруға бел буады. Ол адамға қалай болмасын, мен арам ас, арам тамақ беремін дейді. Сөйтеді де өзінің қол астындағыларға табады. Сондай мұқтаж адам табыңдар, оның ештеңкесі болмасын, соның болған малын тартып алыңдар да қасатыңдар дейді ғой. Қарғыс айтқызыңдар дейді. Сөйтеді де әлгі адам патша бір адамды қол астындағыларға жұмсап жібереді. Сол қол астындағы адамдар бір сол жердегі ең мұқтаж бір әжені табады. Ол әженің ештеңкесі жоқ, тек қана бір ғана не болады? Лағы болады. Сол лағын тартып алып, ол әжені қақсатып, жылатып, алып келіп, сойып, тамақ қылады. Сөйтіп, патша сол тамаққа әлгі тақуалы адамды шақырады. Тақуалы адамды шақырады. Ол адамды ал астына ауыз тиіңіз, жеңіз дейді. Ол бисмиллахир-рахманир-рахим деп асты жеп болады. Асты жеп болғаннан кейін патша айтады: сіздің жеген тамағыңыз арам тамақ болды. Сіз өміріңізде адал астан басқа тамақ жемегем деп айтушы едіңіз дейді. Бұл арам ас болды дейді. Жоқ, мен адал асты жедім. Алла тағала маған тек қана адал асты ғана нәсіп етеді деп айтқаннан кейін әлгі патша бұл әженің жалғыз ғана лағы. Сол әжені жылатып, біз қақсатып алып келдік. Ол бұл лаққа еш уақытта разы емес дейді. Онда сол әжені шақырып сұрайық дейді. Әлгі әжені шақырып, сіз мынау берген лағыңызға разысыз ба дейді. Жоқ, разы емеспін дейді. Сендерге арам болды дейді. Ал әлгі тақуалы адамға адал болды дейді. Бұл қалай десе, мен осындай адамды өмірімде естіген едім. Соған бару менің арманым еді. Сол адамға бару үшін мен осы лағымды бақтым, қақтым, сол адамға беріп, сол адамның дұғасын алғым келген еді дейді. Сонда әлгі адам, көрдіңдер ма, бұл ас маған адал, ал сендерге арам дейді. Бұдан шығатын түйін не десек, кім қай нәрсеге шын ниетпен ұмтылса, Алла тағала сол ниетіне жараса беріп қояды. Әлгі адам адал асты ғана Алладан сұрайтын еді. Алла тағала оған тек қана адал асты берді. Сол үшін, құрметті бауырлар, тек қана адал асты жеңіздер. Алла тағала бүгінгі күндеріңізге береке берсін. Ассаламу алейкум.